Швецияда тұрып жаттығатын Хамзат Чимаевты ел шешен викингі деп атайды. Ал негізінен Хамзаттың өзі солтүстік Кавказда туып өскен. Шешен Республикасының басшысы Рамзан оны 2020 жылы батырлық мінезіне қарай нағыз шешен деп атаған. Хамзаттың өмірбаяны туралы айтар болсақ, спортшы 1994 жылы туылған. Ол туған уақыттары солтүстік Кавказда азамат соғысы жүріп жатты. Жауынгердің қалай Швеция азаматтығын алғаны туралы бірнеше нұсқа бар. Алғашқы мәліметтерге қарағанда 16 жасында ол Скандинавияға қашып барып, саяси баспана сұраған. Алайда Хамзаттың өзі 2020 жылы Спорт Экспресс басылымына берген сұхбатында бұл туралы айтып берді. Айтуынша, інісінің арқасындағы гематоманы алып тастау керек болған. Чимаевтар Шешенстан медицинасына тәуекел етпей, Швецияға қоныс аударған. Ал Швецияда отбасынан оның әкесі Хирас ғана қалған. Хамзат бала кезінен еркін күреспен айналысқан. Оның күреспен айналысуына моральдық және материалдық тұрғыдан қолдау білдірген Артур есімді ағасы болған. Алғашында жас жігіт мұздатқыштар шығаратын зауытта жұмыс жасады. Кейіннен түнгі клубта күзетші болып жұмысқа орналасты. Спортшы мұнда тәртіпті сақтап, қонақтар арасындағы төбелестерді тоқтатты. Бір қызығы, Чимаев күрес кілеміне 1 жасында шыққан, ал 5 жасынан дзюдо мен самбо спортына қатысқан. Ол осылайша Швецияда да күрес клубына барады. Ал 2018 жылы болған Швеция күрес чемпионатында ол орта және жартылай орта салмақта чемпион атанады. Жеңісі үшін Хамзатқа Скандинавияның кез келген қаласында, кез келген қонақ үйінде 1 апта демалатын рұқсат қағаз берілді. Осы кезде аралас жекпе-жекке қызығушылығы оянып жүрген Хамзат ал старт жекпе-жек клубына барды. Мұнда ол спарринг серіктесі Александр Густафодан көп нәрсе үйренгенін айтады. Атап айтқанда апперкот соққысымен қарсыласын нокаутқа түсіру. Ол осылайша 2019 жылы Брейв лигасында ресейлік Икрам Алияскеровты нокаутқа түсірді. Жалпы Хамзаттың аралас жекпе-жек бойынша дебюті 2018 жылы мамыр айында норвегиялық Гард Ольве мен Оле Магнорға қарсы өтті және шешен жауынгері екеуінде жеңді. Ал 2020 жылы Абу-Дабиде өткен турнирде Хамзат 10 күн ішінде 2 түрлі салмақ дәрежесіндегі 2 қарсыласында жеңді. Спортшының бұл керемет статистикасы оның UFC матчмейкерлерінің назарын аударуына себеп болды. 2020 жылдың шілдесінде ол UFC-де дебют жасап, жұрт ақтайсын деп атайтын уэльстік Джон Филлипсті сенімді жеңді. Осы жекпе-жекте болған 2 раундта Чимаев өзінің жаудырған 47 соққысының тек 1-еуінде ғана мүлт кетті және қылқындыру әдісімен жеңіске жетті. Ал кейінгі қарсыласы болған Рис Макки Хамзаттан 40 соққы алып, мүлде қарсыласа алмады және мұны байқаған төреші жекпе-жекті тоқтатты. Осылайша әлемге танылып келе жатқан Хамзат 2021 жылы аяқ астынан өзінің коронавирус вирусына байланысты мансабын тоқтататынын жеткізді. Бұдан соң шешен басшысы Рамзан Қадыров бірден қоңырау шалып, барлығы оған сенім артатынын айтты және оны елге шақырып емдеп көп көмегін тигізді. Бұдан кейін мансабын жалғастыруға уәде берген Хамзат жекпе-жек бұрышына қайта оралды. UFC-ге қайта кірген ол, қарсыласы Лиге қарсы өткізген жекпе-жекте қарсыласына еш мүмкіндік бермей оп-оңай жеңді. Және UFC басшысы Дана Уайтқа әлі де өзінің үлкен жетістіктерге жете алатынын көрсетті. Жанкүйерлер бұдан кейін оның Гилберт Бьернсқа қарсы жекпе-жегін асыға күтті. Күштері тең көрінген 2 қарсылас шаршы алаңда шынымен тамаша жекпе-жек өткізді. Жекпе-жектен соң сұхбат берген Хамзат бразилиялықтың өте мықты және қатыгез жауынгер екенін айтып мақтады. Осылайша ол өзінің жеңіс рекордын 12-0-ге дейін жеткізді. Басқа кавказдықтар сияқты Хамзат жеке өмірін көп көрсете бермейді және анасына үлкен құрметпен қарайды. Чимаев негізінен өзіне Швециядағы өмір ұнайтынын айтады. Себебі бейбітшілік жоғары және бай мен кедей арасында алшақтық жоқ. Мұнда төбелестердің көбісі жұдырықсыз шешіледі. Дегенмен Хамзат Швецияда сыртта 2 рет төбелескенін айтады. Біріншісінде бейтаныс жігіттер оны күлкі еткен. Хамзат олардың әрқайсысына 1 соққы беріп, полиция бөлімшесінде түсінік жазған. Екіншісі өз досымен болған. Пышақ ұстаған досын Хамзат әдеттегідей соққының астына алған екен. 2022 жылы Хамзат Шешенстанда үйленді және оның тойына ел президенті Рамзан Қадыровтың өзі қатысты. Сол жылы Хамзат ұлды болды. Ал 2023 жылы Хамзат орта салмаққа ауысатынын жеткізді және Дана Уайт оған бірден қарсылас іздеп Пауло Костамен шығады деген қауесет пайда болды.
Жекпе-жек ресми жарияланып, бұл кездесуге Хамзат Араб әмірлігі атынан шығатын болды. Бірақ кездесуге бір апта қалғанда Коста жарақат алып, орнына Камару Усман шығуға келісімін берді. Көпті елең еткізген жекпе-жек төрешілер шешімімен Хамзаттың пайдасына аяқталды. Жекпе-жектен соң Хамзат әлеуметтік желісінде Қадыров сыйлаған Гелен Вагенімен мақтанды. Хамзатқа кейін UFC 300 турниріне қатысуға ұсыныс білдірілді. Бірақ Хамзатқа Америка 5-ші рет виза беруден бас тартты. Себебі оның Америкамен қатынасы нашар Қадыровпен байланысы бар. Осыған байланысты ол маусымға жоспарланған Сауд Арабиясындағы кештің басты жекпе-жегінде өнер көрсететін болды. Бірақ бұл кеште Хамзаттың сырқаттанып қалуына байланысты оның орнын Али Аскеров алмастырды. Сондықтан Чимаев 26 қазанда Уиттакермен кездесуге шығып, бірінші раундта Дроссель әдісімен жеңіске жетті және кештің үздік өнер көрсеткені үшін сыйлығына ие болды. Бұдан соң жылды қорытындылаған Хамзат өзінің мансабында 8-ге жуық сынық алып, 5-6 рет операциядан өткенін айтты. Дәрігерлерден ол әрдайым мансабын жалғастыра алмайтынын естігенімен, ол үнемі 8 бұрышқа қайта оралып, жеңіске жететінін айтады. Спортшының еріндегі тыртығы жекпе-жекте алынбаған, 2 жасында бетон баспалдаққа құлап, содан пайда болған екен. Чимаев өзін борыз деп атағанды ұнатады. Бұл шешен тілінен аударғанда қасқыр деген сөз. Шешен халқы бұл жыртқышты киелі деп санайды және Джохар Дудаев тұсында елдің елтаңбасында да көрініс тапқан. Бір қызығы Хамзат мансабының басында анасының тегі Гериханов деген атпен өнер көрсеткен екен. Кейін әкесінің тегіне ауыстырған. Хамзат Қазақстанды да жақсы көретінін үнемі айтады. Және еліміздің жауынгері Дамир Исмағұловты таудағы жаттығуда байқап, Қазақстан формасымен өз формасын ауыстыруды сұраған екен. Чимаевтың әлі де жарқын өнер көрсетіп, чемпион атануына біз тілектеспіз.